Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Химия және химиялық технологиялар кафедрасы. Екінші дәрісімізді жалғастырайық. Тақырыбы реагенттерді қоспағанда минералдардың күлпаққа сұйық фазасымен әрекеттесуі. Сұйық фазамен әрекеттесуге әсер ететін минералдардың қасиеттері. Курс авторлары техника ғылымдарының кандидаты доцент Акимбекова Бақыт Фазыловна, аға оқытушы Амирхан Алма Амирхановна. Дәрісімізді жалғастыратын болсақ, сұйық фазамен әрекеттесуге әсер ететін минералдардың қасиеттері. Химиялық тұрақтылық. Минералдардың су ортасында еруге, гидролизге және басқа реакцияларға төзімділігін көрсетеді. Карбонаттар мен сульфиттер еруге бейім. Әсіресе қышқыл pH пәндерінде бұл сұйық фазаның құрамының өзгеруіне әкеледі. Оксидтер мен силикаттар химиялық инертті, еруге әлсіз, бірақ беттік реакцияларға қатыса алады. Есімізге түсіре кететін болсақ, біз қазір сіздермен сұйық фаза туралы айтып жатырмыз, ал қатты фазаның бетіндегі өтетін негізгі процестерді есімізге түсірейікші. Яғни ол кезде қатты заттың бетіндегі иондарының гидратациясы, суландыратын сулы қабықшасының түзілуі, қос электрикалық қабатының түзілуі, беттік қабаттағы иондардың толық гидратациясы, олардың диффузиясы және сулы ортаның көлемінде еруі жүреді. Орта мен иондық алмасу болады. Сулы ортада еріген иондарының және молекулаларының адсорбциясы және хемосорбциясы жүреді. Сулы ортада еріген иондарымен және молекулалармен гетерогенді химиялық реакциялар жүргізіледі. Ал осы жерде тағы бір сұрақ туындайын деп тұр. Гетерогенді химиялық реакциялар және қандай түрі бар? Гомогенді химиялық реакциялардың түрі бар. Гетерогенді химиялық реакциялар дегеніміз әртүрлі фазада жүретін реакцияларды айтамыз. Ал осы ретте агомогенді химиялық реакциялар дегеніміз, яғни олар бір фазада жүретін реакцияларды айтамыз. Сонда сол ортада еріген иондармен және молекулалармен гетерогенді химиялық реакцияларда негізгі процестердің түріне жатады екен. Сулы ортада мицелияларының және микробөлшектерінің адгезиясы, басқа қатты бөлшектермен коагуляция немесе флокуляция. Және де балалар, екі себеппен фазаның бөлу шекарасында қос электрикалық қабат пайда болады. Қандай? Есімізге түсірейік. Ол иондық жұптары бар ерітіндіден бір белгілі иондарының электрик бетіндегі адсорбциясымен және кейбір иондарының және ионизациясының потенциаларының артықшылығына тәуелді ерітіндіге оң және терістік белгілерімен иондарының алмасуы арқылы қатты денелердің атомдарының молекулаларының ионизациясы. Бұл балалар қатты фазаның бетіндегі өтетін негізгі процестер. Ал сұйық фазадағы процестермен біз сіздермен ары қарай қазір танысатын боламыз. Келесі беттік заряды. Минерал су интерфейсіндегі иондық теңгерімсіздік нәтижесінде пайда болады. Минералдағы иондық байланысының үлесі неғұрлым жоғары болса, соғұрлым сумен ол жақсы әрекеттеседі. Яғни минерал бетінің гидрофилизация дәрежесі жоғары болады. Иондық байланысының үлесі есептеу бойынша құрайды. Мысалы, силициум О2 48%, марганец О2 44%, мырыш С, қорғасын С, плюмбум С, феррум С-тардың да мәндері иондық байланысының үлесі есептелінеді. Минералдағы зарядтың өзгеруі бөлшектер арасындағы электростатикалық өзара әрекеттесуге және олардың суспензиядағы тұрақтылығына әсер етеді. Мысалы, pH үлкен 2 кварц теріс зарядты. Гематитта pH кіші 7-ден кезінде оң зарядты болады. Беттік заряд бөлшектердің флокуляция немесе дисперсия мүмкіндігін анықтайды. Гидрофилдік және гидрофобтылық. Ол дегеніміз минералдың сумен сулануына және тұрақты суспензия түзу қабілетіне әсер етеді. Гидрофилді минералдар сумен жақсы әрекеттеседі. Олар
Олардың беттері су қабықтарының пайда болуына бейім. Гидрофобты минералдар аздап суланады, судан оңай бөлінеді. Бұл флотациялық процесс үшін маңызды. Реагенттер болмаған кезде бұл қасиеттер кристалдық тордың табиғатымен және ерітіндіден иондардың сорбциясымен анықталады. Бөлшектердің дисперсиясы және пішіні. Бөлшектердің мөлшері мен морфологиясы тұндыру жылдамдығына, ағынның жүріс-тұрысына және фаза аралық өзара әрекеттесу қарқындылығына әсер етеді. Ұсақ бөлшектер үлкен меншікті бетке ие, сұйық фазамен белсенді әрекеттеседі, бірақ сонымен бірге агрегацияға бейім. Пішін, яғни пластина, ине, изометриялық пішіндер қозғалысқа төзімділікке және бөлшектер арасындағы байланыс сипатына әсер етеді. Сорбция қабілеті. Бұл беттің құрылымына, функцияларды топтардың болуына және минералдың нақты бетіне байланысты. Сазды минералдар металл оксидтері мен гидроксидтері және иондарын, сондай-ақ органикалық қосылыстарды белсенді түрде сорады. Бұл ерітіндінің құрамына, иондардың қайта бөлінуіне және потенциалды реактивтердің тиімділігіне әсер етеді. Келесі. Сонымен қатар құнды минералдардың бетіндегі белсенді аймақтарды блоктай алады. Реагенттерді және дисперсленген ауаны қоспағанша флотациялық пульпа күрделі гетерогенді жүйені құрайды. Олардың негізгі компоненттері болып, диффузиялық құрылысты қос электрикалық қабатымен, иондар молекула және коллоидты бөлшектер адсорбцияланған беттік қабықшасымен және де көп компонентті беттігімен қатты бөлшектері негізгі компоненттері болып табылады. Ал енді құрметті студенттер, біз келесі дәрісте екінші дәрісімізді жалғастыратын боламыз. Ол кезде сіздер пульпаның сұйық фазасымен толыққанды танысатын боласыздар. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.